Сәлем достар. Өмірің босқа өтіп жатқан секілді ме? Бірақ бұл видеодан кейін ондай болмайды. Тоқтаңыз. Пауза алыңыз. Терең тыныс алыңыз. Егерде сол жерден жаман иіс шығып тұрса, басқа жерге барыңыз. Тыныс алғаннан кейін бүгінгі күні жасағаным дұрыс па немесе бұрыс па деп өзіңіздің өмірлік құндылықтарыңызға сай екендігін бір қарастырып, ойыңызды жинақтаңыз. Мен сіздерге дәл қазір 90 жастан асқан, өмірден барлығын көрген адамдардың кеңестерін айтатын боламын. Бұл сіздерге басты құндылықтарды ұмытпай, өмірді оңайырақ сүруге көмегін береді. Кішкене статистика туралы айта кетейін. Қазақстанда орташа өмір жасының ұзақтығы 73 жас. Ер адамдарда 69, ал әйел адамдарда 77 жас. Егерде сіз Ж деп тұратын туалетке кіретін адамдар қатарынан болсаңыз, біз 8 жылға артық өмір сүреміз деп қуанып отқан боларсыз. Бірақ бұл жай ғана статистика. Енді сіздер қаншалықты аз уақыт қалғанын осознанно түсініп, келесі заттарды орындауға асығайық. Окей, кеттік! Ең бірінші адамдар настройкаларын по умолчанию қойып, өмірлерін жалғастыра береді. Бірақ олар өздеріне сай қылып, оның настройкасын өзгертіп алуға болады. Өзіңіздің махаббатыңызды, талантыңызды, қызығушылықтарыңызды іздеп табыңыз. Басқа біреулердің шешімдерінің артында тығылып қалмаңыз. Мақсат немесе сіздің арманыңыз бұл соңғы нүкте емес. Яғни сіз соңғы нүктеден емес, сол нүктеге жеткізетін процестен, сол аралықтан ләззат алуыңыз тиіс. Кішкентай күнделікті жеңістер сізді ұзақ уақыт ішінде өміріңізді мүлдем өзгертеді. Яғни адамдар барлығын тез, аз уақыт ішінде алғысы келеді. Бірақ егерде сіз күн сайын күнделікті аз кішкентай қадамдардан жасап отырсаңыз, ұзақ уақыт ішінде бұл сізге өте жақсы көмегін тигізеді. Өйткені сіз дәл қазір бірден 1 тоннаны көтере алмайсыз, ал 1 килограммды 1000 рет көтере аласыз. Или 2 килограммды 500 рет, солай кете береді енді. Өзіңізбен уақыт өткізуді де ұмытпаңыз. Өйткені сіз өзіңіз қалған кезде ойларыңызды, мақсат, армандарыңызды анықтап, өз жүрегіңізді тыңдай аласыз. Күніңізді махаббатпен және де шүкіршілікпен бастаңыз. Мысалы, таңда сіздің тұруыңыз, көруіңіз, ойланып, бір нәрсені жақсы көре алуыңыз қандай керемет. Егерде сіз сол күнді шүкіршілікпен аттырсаңыз, күні бойы жақсылық көресіз. Және де адамның күні адаммен, маймылдың күні бананмен дей келе, Адамдармен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Өйткені сіздің жақсы адамдармен араласуыңыз өміріңізді тек қана алға қарай сүйрейді. Артқа тартатын адамдардан қашыңыз. Және де өміріңізді өзгертетін өзгерістерді қарсы алуға дайын болыңыз. Барлық нәрсені жақсы жағынан қарап, жақсы ойлай білейік, достар. Егерде қызық болса, маған қызық деп астына жазып кетіңіз. Ал егер қызық болмаса, маған қызық болмаса да, бұл неткен сұмдық влог, келесі видеоңыз қашан шығады, мен енді келесі видео шыққанға дейін күтіп отыратын боламын деп астына комментке жазып, сызып, сурет салып кетіңіздер.